Альпі таулары тау шаңғы спортының отаны болып саналады. Бірақ бүгін біз тау шаңғысымен айналысатын спортшылар туралы емес, шаңғымен сырғанауды үйренгісі келетіндерге пайдалы кеңес бермекпіз. У нас не стоит задача. Біздің мақсатымыз спортшыларды дайындау емес, біз әуесқойлармен жұмыс істейміз. Өмірінде шаңғыда тұрып көрмеген адамдарды үйретеміз. Алексей Александрович Алматы қаласындағы тау шаңғысын үйретушілер қауымдастығының қызметкері. Міндеті шаңғы тебуді үйрету болса, мақсаты демалушыларды жоғары деңгейдегі қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. Самое главное в этом виде спорта. Ең бастысы кез келген адамда ықылас болу керек. Егерде шынымен де үйренгісі келетін болатын болса, ол бір-ақ күннің ішінде шаңғыға машықтанып болады. Сондықтан ықылас таныса жетіп жатыр. Бәрін де меңгеруге болады. Малика Айтжанова шаңғы үйрену үшін Астанадан Алматыға арнайы келген. Қазір шаңғы базасында арнайы жаттықтырушылардан сабақ алып жатыр. Айтуынша, 2 күннің ішінде жақсы нәтижелерге қол жеткізген. Бүгін таңертең мысалы үшін 1 сағатта инструктормен жұмыс жасадым. Содан бері жайлап кішкене осындай оқушыларға арналған таушықтардан түсіп келе жатамыз. Үйрендік деп айтуға болады. Малика өмірінде тау шаңғысымен сырғанап көрмепті. Мұның себебін Астанада тұратындықтан, ол жерде аталмыш спортқа өстенетіндер базасының жоқтығын алға тартады. Ең алғаш рет шаңғыға тұрған кезде қорыққанын жасырмады. Әсер өте керемет. Негізі басында өте қорққан болатынмын, бірақ инструктормен жаттыққаннан кейін қорқыныштың бәрі кетіп қалады екен. Өйткені табиғаттың сұлулығына тамсанып, сен қорқыныштың бәрін ұмытып кетеді екенсің. Дұрыс сырғанау үшін шаңғыны дұрыс таңдай білу керек. Тау шаңғысының құрал жабдықтарын сатып алмас бұрын, әуелі шаңғыны жалға беретін орталыққа жүгінгеніңіз жөн. Алматыда жалға беретін орталықтардың саны 7 артылады. Ол жерде тәжірибелі мамандар сізге қалай пайдалану керектігін айтып түсіндіреді. Салмағыңыз бен бойыңызды есепке алып, өзіңізге сай шаңғыны таңдап береді. Тау шаңғысының құрал жабдықтарының бағасы арзан емес. Бүгінгі таңда сапалы тау шаңғысы 350 мың теңге тұрады. Сондықтан әуесқойларға бастапқыда пайдаланылған шаңғыда жетіп жатыр дейді мамандар. Әрине бұл қарапайым халық үшін қол жетімді емес. Сондықтан шаңғыны жалға беретін орталықтарда бұрын пайдаланылған шаңғыны 80 мың теңгеге сатып алуға болады. Бұл менің ойымша соншалықты отбасылық бюджетке зиянын тигізеді деп айта алмаймын. Сонымен қатар шаңғы тебетін аймағыңызды ескеріңіз. Егер қалың қарда шаңғы тебетін болсаңыз, сізге ұзын шаңғы қажет. Өйткені мұндай шаңғымен тоқтау оңай, ал қысқасы ыңғайлы әрі жеңілірек болып келеді. Жаңадан үйреніп келе жатқан адамдарға жеңіл шаңғыларды таңдаған дұрыс. Себебі олар қар үстінде төмен қарай жылдамдықты жеңілдетеді. Ал сапасы жоғары спорттық үлгідегі шаңғылар қатты әрі ауыр болып келеді. Саналы ғұмырымның басым бөлігін таң шаңғысы спортына арнадым. 1959 жылдан бері есептей беріңіз. Жыл сайын қыс мезгілін асыға күтемін. Отбасымның барлық мүшесі шаңғы десе ішкен асын жерге қоятын жандар. Балаларым, немерелерім барлығы шаңғыны ұнатады. Бұл отбасылық дәстүр десем де болады. Таяқшаны да дұрыс таңдаңыз. Бұл оп-оңай. Шаңғышы түзу тұрып, таяқшаны тігінен қойып, білегін денесіне тақайды. Осы кезде иық пен білек арасындағы бұрыш 90 градус болса, онда таяқша ұзындығы сізге сәйкес келеді. Егер аталмыш көрсеткіш дұрыс болмаса, басқа таяқшаны таңдаңыз. Марал Затқанғалиева, Жантас Тұран, Михаил Волобуев, арнайы жаңа күн үшін.